Так. Чуть-чуть. Угу. Давай с них так что. Доброй ночи, Кристина. Доброго времени суток. Сауле, саламатсыз ба? Хайырлы түн. Бізде Қазақстанда сағат 22:24. В Казахстане у нас 22 часа 24 минуты. У вас который час? Светлана, доброго времени суток. Так, ждем. Немножко подождем. Безоплатный разбор только для моих подписчиков. Сразу скажу. Безоплатный разбор только для моих подписчиков. Жду ваших подписок, жду ваших лайков, жду ваших вопросов. Здравствуйте, здравствуйте. Так, хайрлы түн. Бегим, Гаухар, Душа, Людмила, Алакөл дейді. Так, Алакөл ол Алакөл ғой. Сіздің есіміңіз кім? Алакөл, это, я так поняла, это название, да? Озеро Алакөл. На фотографии непонятно на аватарке, это море или небо. Так, или зовут человека Алакөл. Поэтому желательно надо писать имя. Токарь, сварщик написано. Так, токарей много, сварщиков много, а вы должны быть в единственном числе специалистом в своем деле номер 1, например, да? Поэтому у вас должно быть имя. Как назовете себя, так и поплывете. Так, жду ваших лайков, жду ваших отзывов, жду ваших подписок. Так, время 22:26. За 2 минуты прошли 10 человек. Әсел, Нұр дейді. Ақсұңқар, Аягөз. Саламатсыздар ма? Қайырлы түн. Неге ұйықтамай отырсыздар деп қояйыншы сіздерге. Неге ұйықтамай отырсыздар? Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса, менің парақшама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Кім 1000 лайк басып кетер екен деп қарап отырмын. 1000 лайк бассаңыздар, онда трансляция ары қарай жүреді. Ал егер лайк баспасаңыздар, мен онда қазір көп отырмаймын. Сұрақ жауап айдарын құру үшін шығып отырмын. Шахзода дейді, сәлематсыз ба? Шахзода деген есіміңіз әдемі есім, бірақ өзіңіздің суретіңізді қойсаңыз, вообще красота будет. А то Шахзода деп қойыпсыз да, Шахзода бір семейный фамилия сияқты болып тұр да, семейный фотография тұр. Сондықтан өзіңіздің суретіңізді қойыңыз да, Шахзода деп есіміңізді. Шолпан Саликова дейді, Жасыр дейді, бонус дейді, Мира дейді, Ирма, Надежда, Сәнім дейді, Джони Жан дейді, Мира. Так, жду ваших лайков. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Русланевна дейді. Благодарю. Так, благодарю людей. Чем больше лайков, тем больше зрителей. Благодарю. К сожалению, у вас нету имени. Как вас зовут? Красивая картина стоит. Красивая фотография. Ой, картина стоит, но нет имени. К сожалению, имя напишите. Имя. Вот, например, Ирина. Фотографию поставила и назвала себя Ириной. Знаете, вот, пожалуйста.
Имя соответствует своей фотографии, да? Вот поэтому обязательно, обязательно Цветок Ольга дейді. Ольга. Гүлнара дейді. Так. Аленчик. Рахмет. 10 лайк басып кетті. Мен 1000 лайк, кім 1000 лайк басар екен деп күтіп отырмын. Мынаны балапан жинап кетсең, мен саған рахмет айтам. Мынаны жинап, ананы мусорға тастап кетсең, мен саған рахмет айтам. Кто, если не ты? Да, доча? Кто мой мощный тренер? Кто? Шуаным. Антошка. Так, онлайн-шоп дейді. А7 дейді. Так, благодарю. Девочки и мальчики, а также их родители. Моя трансляция зависит от постановки ваших вопросов, от ваших подписок, от ваших лайков, от вас зависит. От постановки вопросов. Ирина, благодарю. Вот, пожалуйста. Ирина. Имя Ирина какую энергию дает? В курсе? Вот. Поэтому желательно пишите свои имена. Ой, благодарю. Отправил подарок от всего сердца. Ой, благодарю, девочки и мальчики. Кто мне дарит подарок? Кто мне Д отправил подарок от всего сердца? Д деген это кто? От всего сердца. Чтобы принять участие в розыгрыше. Не дейді. Получите больше подарков от всего сердца в эфире, чтобы принять участие в розыгрыше алмазного призового фонда. Узнайте больше на странице «Фантастическое путешествие». Ой, благодарю. Некоторые комментарии скрытые. Благодарю. ТикТок благодарю за то, что блокирует людей с негативными намерениями, которые находятся на моем эфире. Да, это нормальное явление. Хороших, плохих людей не бывает. Все люди. Қарлығаш жолым ашықпа дейді. Қарлығаш бай дәулетова дейді. Суретіңіз әп-әдемі суретіңізді қойыпсыз. Қарлығаш деп есіміңізді жазып алғаныңызға рахмет. Енді сіз маған тіркелмегенсіз ғой. Неге тіркелмей жатырқап отырсыз деп мен сізге ренжіп қояйыншы. Сіз неге маған тіркелмейсіз? Қалай маған сұрақ қоясыз, егер тіркелмесеңіз деп қояйын. Ирина 38, мама и сын, теперь подписчик. Мама и сын. Ну, мама это мама во всем мире. Сколько мам, сколько женщин, сколько мам, да, и сыночков. Напишите имя. Обязательно себе и сыну отдельно, я не знаю, но свою историю мама и сын. Обязательно прям имя напишите, это очень важно. Мамочек очень много, а вы одна в этой жизни. Единственная и неповторимая. Каждый человек ботагөз дейді. Ой, ботагөз деген есіміңіз тұрғанда, мынау вообще ботагөз деп есіңізді жазып қойып, ана суреттің орнына ананы алып тастап, ботагөз деп ботадай болған көзіңізден айналайын деген есіммен қойған ғой есіміңізді, иә? Әлде қандай энергияны береді, білесіз бе? Соны білгіңіз келсе, пожалуйста, мен парақшама тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Айнаш 38 дейді. Тем более Айнаш деген есіміңіз тұрғанда мама и сынды қойғаныңыз енді вообще жер мен көкте ғой. Айнаш кімнің қызысыз? Сізде 5 жыл болды, өзіңізде бір күрес жүріп жатыр, өзіңізді түсіне алмай жүрсіз, е? Вот соған түсінік қалыптасады, сонда өзіңіздің кім екеніңізді тани бастайсыз. Адамды алға бастыратын да, артқа тартатын да адамның, тек қана адамның өзі. Не арқылы? Мына ой арқылы. Адам ойын өзгерткенде мінез өзгереді. Мінез өзгергенде адам мақсатына қарай ұмтылады. Мақсатына визуализация жасаған кезде сонда коммуникация басталады. Қанат Баян супруга дейді. Қанат Баян супругаңыз қалай кетті? Қанат, сіз маған тіркелмегенсіз. Қанат, ты же женат, 3 детей. Деп менің қызым бір өлеңді жаттап алыпты осы неден, тиктоктан.
Сондықтан Қанат деген есіміңізге Қанат кімнің ұлысы, суретіңізді қойып қойыңыз. Қанат Баян супруга деп қойыпсыз. Сіз кім? Өзіңізді ойлап отырсыз ба, жолдасыңызды ойлап отырсыз ба? Сұрағыңыз қандай? Сізге өзіңізге сұрақ қойыңыз. Қандай сұрақпен маған келіп отырсыз, иә? Қайрат дейді, 49 денсаулық дейді. Қайрат деген есіміңізге анау сурет қойып қойсаңызшы. Мен Қайратпын деген сияқты осылайынан. Қайрат деген есім, ол распространенный есім ғой. Ал Қайрат, сіз қандай, кім, қай Қайрат? Сіз Қайрат кімнің ұлысыз? Қайрат бәленбайшаның ұлы деп түрі сөзіңіз қойып қойсаңыз, ешкім келіп сізге ұрыспайды ғой, иә, солай ғой. Гүл дейді. Уқтай, қандай Гүл деген есімді мен бірінші рет естіп тұрмын. Сурет қойсаңыз, ана жерде силуэт мужчина стоит, Гүл деп тұр. Гүл ма, құлқұл ма? Гүл ма, не ол? Тіркелдім дейді, рахмет. Ботагөз деп ана изменить профильға кіріп, прямо латын әрпімен Ботагөз деп жазып қойыңыз. Сонда өзіңіздің есіміңіз өзіңізге жұмыс істейтін болады. Представьте, да, вот, например, сіздер бір нәрсе сатып отырсыздар. Бірақ оны немене сатып отқанын есімі жоқ, әйтеуір сатып жатырсыздар. Көз көрген адамдар сатып алып отыр. Не сатып жатқандарыңыз айтпай отырған сияқты, иә? Сол сияқты адам өзінің есімін жазбаған кезде хаос болады. Лайк басып жатырмын дейді. Ой, рахмет, көріп отырмын, иә, Қарагөз дейді. Қарагөз деген есіміңіздің өзі чего стоит? Алакөз, Қарагөз, Жанғоз, Аққозы, Жанғоз дегендер рулар бар. Сіздің есіміңіз Қаракөз дейді. Қаракөзбін деп суретіңізді шығарып, Қаракөз кімнің ұлысыз ба, қызысыз ба жазып қойыңыз. Себебі Қаракөз болса, ол қозы болуы мүмкін. Қара, қозы, Жан, қозы, Аққозы деген адамдар болады. Адамдардың есімі. А сіз Қаракөз болсаңыз, Қаракөз, мысалы, кімнің қызысыз, ұлысыз, соны жазып қойыңыз. Мен ұл емеспін, мен қызбын, мен қыз емеспін, ұлымын деген сияқты. Суретіңізді шығарып тұра. Анау айтады ғой, театр начинается с вешалки деп. Мынау трансляция начинается именно познание себя. Әр адам өзін түсінен. Гүлдана дейді. Ой, Гүлдана. Бір дана өзінің гүлі, дана деген өзі чего стоит, да? Гүлдана деген есімнің өзі чего стоит. Сіз алыпсыз да бычын шығарып Гүл деп қойып қойыпсыз. Қайдағы Гүлдана деген есіміңіз тұрғанда. Уже қазір бір 2 жылда кәдімгідей өзіңізбен өзіңіз жұмыс істемесеңіз, тіпті өзіңізді түсінбей қалуыңыз әбден мүмкін. Ана блогтан шығаратын тек қана өзіңіз. Блогтың бәрін алып тастайтын да, блогты ана құлыпқа салатын да адамның өзі. Алмахан Халмұратова дейді. Алмағанбет оқуға түседі ма дейді. Сіз кімсіз? Алмахан дейді. Халмұратова дейді. Алмағанбет оқуға түседі ма дейді. Сіз кімсіз? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен кіммін? Мен Алмаханмын. Алмахан, мен кімнің қызымын? Мен әкемнің қызымын дейсіз, иә? Рахмет, менің парақшама тіркелген екенсіз. Мен әкемнің қызымын дейсіз. Сізді туған сіздің анаңыз. Сіз Алмаханды туған, сіз туған болғанмен, ол Алмахан балаңыз сізді естімеу мүмкін. Сондықтан тек қана сіз өзіңізді естуіңіз керек. Алмахан кімнің қызысыз, сондай бәленбайшаның қызы деп суретіңізді шығарып қойыңыз. Өзіңіздің санаңызды ашыңыз. Ойыңызды өзгертіңіз. Кәдімгідей мінезіңізді өзгертіңіз. Мақсатыңызға қарай ұмтылыңыз. Алланың жазғаны болады. Түсе ме, түспейді ме, ол адамның тағдырын шешпейді ғой. Оқуға түспей қалған қаншама бақытты адамдар бар. Бірнеше оқыған қаншама бақытын таппай қалған адамдар бар. Сондықтан оқуға түсе ме, түспей ме, ол адамның өзі. Ең бірінші адам өзімен өзі жұмыс істеу керек. Сондықтан Алмахан Халмұратова болсаңыз, Алмахан ханым, сіз өзіңізді таныңыз деп айтамын. Ананың тілегі Аллаға тез жетеді ғой. Алла қалай сіз балаңызды түсінем дейсіз, егер сіз өзіңізді түсінуіңіз керек. Өзіңізді түсінсеңіз, ол бала сіз туғанмен, ол Құдайдың баласы ғой. Ол маңдайына жазғаны по-любому болады. Ал қыз дейді, Г дейді, қыз дейді, Гүлипа 52 дейді. Ой, Гүлипа деп анау суретіңізді қойып, Гүлипа деп
жазып қойсаңызшы енді. Алмахан Халмұратова теперь подписчик. Ой, рахмет. Айнура, жолым ашық па дейді. Ашық па? Жолыңыз ашық па, жабық па, адам тек қана адамның өзіне байланысты ғой. Өзіңізге байланысты. Ең бірінші Аллаға серік қоспай, тек қана санаңызды толтырып, өзіңіздің суретіңізді қойып қойыпсыз, бірақ бір серый жүрек қойып қойыпсыз. Белый жүрек, серый жүрек, черный жүрек болады, енді ол белыйдан кейін серый, серыйдан кейін черный, черныйдан кейін обязательно белый болады. Анау серый жүректі алып тастап, Айнұрсыз ба, Айнурасыз ба? Нұрасыз ба, әлде айының нұрысыз ба? Сол жазып қойыңыз, кімнің қызысыз. Прям латын әрпімен жазып қойыңыз. Сол кезде өзіңіздің санаңызды аша бастаңыз. Өзіңіздің жеке брендіңізбен жұмыс істей бастаңыз. Енді осы 3-4 жылда өзіңіздің санаңызды оятпасаңыз, әлде қайда қиын болып кетейін деп тұр. Точно, рахмет. Қарлығаш дейді. Ой, рахмет, Қарлығаш. Тіркелдім дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Менде түн ішінде жанталасып, балам тамақ ішіп отырғанша деп әйтеуір стирать етіп жатырмын ғой. Так. Ал маған Хатсема деп наксы қоймайды. Ранг сообщества автора только что повысился дейді. Ух ты! Кім менің нелерімді көтеріп жатқан кім? Рахмет, Алла разы болсын. Алмағанбет Мұхтарұлы оқуға түседі ма дейді. Сіз мені естімейсіз ғой деймін, иә? Сіз мені естімейсіз. Сіз менің парақшама только келдіңіз ғой, тіпті. Менің парақшама келіп сразу вопроспен мә саған деп лақтырмай, кәдімгідей тіркеліңіз, бөлісіңіз, лайк басыңыз, кәдімгідей қуаныңыз, немесе ұйықтаңыз, эмоцияға берілмей деп қойыншы сізге, иә? Өзіңізді алға бастыратында, адамды артқа бастыратында тек қана адамның өзі. Гүлзина, менде онкологиядан подозрение дейді. Гүлзина ханым, сіз менің парақшама тіркелмегенсіз. Менің парақшама тіркеліңіз. Менің парақшама тіркеліңіз. Алмахан, Халмұратова, Алмин, рахмет дейді. Мұрат дейді, Марат дейді. Там написано Мұрат. Мына жерде Марат дейсіз. Мұрат деген кім, Марат деген кім? Қашан үйленеді дейді. Сіз Мұрат, Марат қоямын деп отырсыз. Қашан үйленеді дейді. Сіз Мұрат кім, Марат кім? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сіз кімсіз? Марат кім, Мұрат кім? Ең бірінші тіркеліңіз. Менің парақшама ең бірінші тіркеліңіз. Так, у вас есть быстрая цель показать дейді. Так, достар, маған дарители должны отправить подарок. Ты потрясающий в вашем эфире в течение 15 минут дейді. Ал кеттік, достар. Сағат 11-ге дейін кім маған ты потрясающий деген атты подарка лақтырады, сол адамға мен міндетті түрде мини-разбор жасап беретін боламын. Так. Сонымен не болып бітті? Гүлмира, 40 жас. Бөпелі боламын ба дейді. Гүлмира, 40 жас дейді. Так, менің парақшама сіз тіркелмегенсіз. Тіркеліп кетіңіз менің парақшама. Так, достар, сонымен, так, по условиям TikTok, в течение 15 минут, кто мне отправит подарок, ты потрясающий, название подарка, тому я проведу мини-разбор вне очереди. Кезектен тыс, мен талдау жасап берем, ақысыз талдау. Тек қана бір шарт бар, менің парақшамның тіркелушісі болуыңыз қажет, иә? Ты потрясающий деген сыйлықты кім жібереді, сол адамға мини-разбор жасап беретін боламын. Кеттік, сонымен 4000 лайкты басты. Кім басты айтыңыздар? Перизат дейді. Ал кеттік.
сағат 11-ге дейін мен 11-ге дейін қазір кім менің парақшама келіп подарка лақтырып кетеді, сол адамға мен міндетті түрде мини разбор жасап беретін боламын. Асыл гой дейді. Асыл гой деген қалай түсінуге болады? Мама и сын дейді. Мама и сын дегеніңіз енді ботагөз деп есіңізді, өзіңіздің есіңізді жазып қойыңыз. Бала 7 жасқа келгенше бала ананың аурасында болады. Ана бақытты болса, бала бақытты болады. Ана бақытсыз болса, бала бақытсыз болады. Ана ауырса, міндетті түрде бала ауырады. Ал сондықтан бала ауырса, міндетті түрде ең бірінші анасына көңіл бөлу керек. Ананың жүрегі баласын сезеді ғой. Баласы дәл солай ананы сезеді. Мақсат 24 жас қызыма үйдегілер қарсы дейді. 24 жас қызымға үйдегілер қарсы дейді. Мақсат 24 жас қызымға үйдегілер қарсы. Түсінбедім сіздің сұрағыңызды. Сіз кімсіз, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен кіммін, бұл жерде мен не істеп отырмын? Ақнұр Қазақова дейді. Сіз менің парақшама тіркеліп кетсеңізші ең бірінші. Сіздер мені сұрақты қойған кезде менің парақшамның тіркелушілеріне ғана мен жауап беремін. Тіркелмеген, ерігіп отырған адамдар деп есептеймін. Өзім 24 жастамын дейді. Так. Бибінұр теперь с нами дейді. Так, рахмет, Бибінұр ханым. Бибінұр ханым, сәлематсыз ба? Рахмет, тіркелгеніңізге рахмет. Так, рахмет. Асқар дегеніңіз қалай кетті? Асқар Аскарович па, или Аскарова? Непонятно, в общем. Обязательно имя, отчество жазыңыздар. Себебі есімдер, кей есімдер ер адамдарға беріле береді, мысалы распространенный есімдер болады. Сондықтан Асқар кімнің баласысыз, кімнің ұлысыз, соны жазып кетсеңіз, суретіңізді қойыңыз. Кәдімгі өздеріңізге мысалы Бибінұр ханым Бибінұр деп жазып қойыпты қазақша, и өзінің суретін қойыпты мысалы. И лишний раз уже не придерешься. Дәл солай өздеріңіздің есімдеріңізді жазып, өздеріңіздің суреттеріңізді қойсаңыздар, сол дұрыс болады. Сәлем бердік дейді. Сәлематсыз ба? Қайырлы түн. Сағат 11-ге дейін кім маған келіп ты потрясающий деген подарок лақтырады, сол адамға мен кезектен тыс мини разбор жасап беретін боламын. По условиям ТикТок, кто мне отправит подарок с названием «Ты потрясающий», тому я проведу мини-разбор бесплатный вне очереди. Асқар елу Ақмоншақ қосылу бар ма дейді. Ең бірінші өзіңізді таныңыз. Ақмоншақты былай қоя тұрып, өзіңіз таңдаңыз. Өзіңізді таныңыз деп айтамын мен сізге. Өзіңізбен біраз жұмыс істеңіз. Алға басатында, артқа басатында тек қана өзіңіз ғой. Сәлеметсіз бе, малғашасыз ба дейді. Малғашасыз ба дегеніңіз қалай кетті, қалай түсінуге болады? Малғашасыз ба деген сұрағыңыз. Мен адамдармен адам сияқты сөйлесіп отырсам, сіз малмен қалай сөйлесеміз? Так. Мама и сын дейді. Так. Мама и сын қоймады ғой мына кісі. Мама и сын дейді, шығам дейді. Так, давайте көрейік. Алло. Сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Мен өзімнің денсаулығым туралы білейін деп едім, сізге айтып жібересіз маған. Личкаға кірейін бе сізге? Дауысыңыз естілмейді ғой сіздің. Мен айтам, денсаулығым кішкене нашарланып жүр, соны білейін деп едім.
не болды, зависать етіп жатыр. Лайк басып отырсаңыздар, достар, егер мы Мен өзім рассылаем уведомления вашему дейді. Не деп жазып жатыр, маған бір уведомлениялар келіп жатыр. Мы рассылаем уведомления о вашем эфире, приглашайте друзей, пока зрители присоединяются к вам дейді. Менің эфирім қатып қалып жатыр, достар, сіздер маған лайк баспай жатырсыздар. Зрители скоро появятся, мы по-прежнему рассылаем уведомления дейді. Не останавливайтесь, зрители могут присоединиться в любой момент дейді. Менің эфирім қатып қалып, қайтадан маған уведомление келіп жатыр. Сондықтан лайк басып отырсаңыздар, сонда менің трансляциям активный болады. Әйтпесе мен өзіммен өзім сөйлесіп отырған кезде мынау зависать етіп қалады. саламатсыз ба? Так, енді сіз менің жекеме туған күніңізді жаздыңыз ба? Осы жерге жаздым, личкаға сізге бөлек жазған жоқпын. Жасым Мен 38. сіздің жазғаныңызды Есімім Айнаш Тельманқызы болады. туған күніңіз қайда жаздыңыз? 19 сентябрь 87 жылы. Жолдасым 1 жылдан асып қайтыс болғанда баламен үйдемін қазір. Соған денсаулығы сақталып жүр. Жолдасыңыз қашан қайтыс болды? Алдыңғы жылы апрельде қайтыс болды, апрельдің 22-сі күні. Алдыңғы жылы деген Бісміллә, телефоным құлап жатыр. 25-ші жылы. Былтыр десеңізші, алдыңғы жылы дегенін түсінбей жатырмын. 1 жылдан асты қайтыс болғанда қазір мен баламен. Неше балаңыз бар? Бірақ бала бар. Ұл бала. Ұл бала. Неше жаста? Ұлым 6-ға келеді, Алла жазса. Так, специальностіңіз бойынша кімсіз? Специальность бойынша өзім повармын, бірақ та уже 6 жылдай болып қалды, мен жұмыс істемеймін қазір. Баламен үйде. Баламен үйде, енді қалай күн көріс? Баланың ақшасы. Оның алдында жолдасым қайтыс болды. Поутери кормиться, да? Иә. Енді сіз менің парақшама келгеннен кейін мен сізге тек мини-разбор жасаймын. Полный разбор, это уже отдельно сізге консультацияға келу керек. Так, в общем, сіз менің парақшама қайдан келдіңіз? Соны айтыңызшы. TikToktан. Қашан? Қанша тыңдап жүргеніңізге қанша болды? 1 жұмадай болып қалған шығар. Бір жұмадай дейсіз, мен біраз уақыт болды TikTokқа шықпаған. Жоқ, мен оның алдында сізді көрдім да TikToктан. Бірақ та подписка жасаған жоқпын. Подписканы бүгін ғана жасап отырмын. Өйткені көбісі айтады, нетеді, естисің сырттан, как-то не. Көп кісі отырады еще. Очередьтен өзім түсірмей қаламын. Вот сондықтан мен айтатыным сол ғой. Бұл жерде тек қана мен мини-разбор жасаймын. Сұрақ жауап айдарын құрамын. Ал енді полностью жаңағы данныйларыңыздың бәрі, ол персональный данныйларды маған жекеме жазған кезде, осылай мен трансляцияның кезінде осылай айтамын. Мини-разбор жасаймын менің парақшамның тіркелушілеріне ғана, иә. Ал енді полный разборды ол үшін отдельно консультацияға жазылу керек. Қазір денсаулығымды немді айтып беріңізші. Енді сіз өзіңізді түсіне алмайсыз. Біз неге ауырамыз? Өзіміздің ісімізбен айналыса алмағанда ауырамыз. Әр адам өзінің ісімен айналысқан кезде, ана сахнаға артистер шығады ғой. Мысалы, адам даже тіс ауырып тұрады, бас ауырып тұрады, даже сценаға шыққан кезде все, адам уже ұмытып кетеді қай жерін ауырып тұрғанын. Неге?
Өйткені ол кісілер өздерінің істерімен айналысып жатыр, солай ғой? Ол кісілердің жұмыстары, күнкөрістері, солай ғой? Дәл солай сізге өзіңіздің ісіңізбен айналысу керек. Сіз по профессии сіз кімсіз? Повармын. Поварсыз. Енді қараңыз, сіз енді 6 жыл жұмыс істемеймін дейсіз. Енді ол балаңыз, сау бала биыл мектепке бара ма? Биыл мектепке беремін деп, сол жолдасымға айтқаннан берген жоқ. Енді ол мектепке бересіз ба, бермейсіз, оны өзіңіз білесіз ғой. Енді соны енді мен сізге былай айтам. Өзіңізді таныңыз деп айтам. Сіз өзіңізді түсінбейсіз. 100% өзіңіздің стратегияңыз бар, қойып алған. Сол стратегияңыз қайтсе де жетем деп, қазір сізге өзіңізді түсіне алмай жатырсыз. Адам жұмыс дегенде одно окружение, адам жұмыссыз қалған кезде совсем другое окружение. Кімнің кім екенін біле бастайсыз, иә? Енді өзіңіз во времени не можете разобраться. Өзіңізді түсінбей, талдаусыз кетіп қаласыз. Ана өзіңіздің даже балаңызды, өзіңіздің туған өзіңіздің балаңызды да түсіне алмайсыз. Түсініп отырсыз ба? Енді ол балаңыз қазір 6-да. Енді қазір сол балаңызды түсінем десеңіз, ең бірінші сіз өзіңізді түсінуіңіз керек. Мен кіммін? Деп сұрақты осылай бастау керек. Сонда өзіңіздің кім екеніңізді түсіне бастаған кезде рахмет айта бастайсыз. Өзіңізге рахмет айта бастайсыз, отбасыңызға рахмет айта бастайсыз, балаңызға рахмет айта бастайсыз. Қоршаған ортаңызды түсіне алмайсыз. Соны эмоцияға беріле бересіз. Сол сүйікті өзіңіздің ісіңіз болу керек. Адам айтып отырмын ғой, адам өзінің сүйікті ісімен айналысқанда, ол біреуге ұнай ма, ұнамай ма, это их проблемы. У вас свое дело, правильно? Сіз былай айтуыңыз керек. Мое дело, не ваше дело не мое дело. Я копаю свой огород деп, өзіңіздің ісіңізбен бастадыңыз ба? Сол ісіңізді биыл прям докопайтесь до истины. Прям қарым-қатынасыңызды прямо жақсылап тұрып, биыл сізге, вам иногда хочется разорвать со всеми, да? Такое бывает, да? Басым желкем, басым бәрі ауырады кәдімгі. Шашым последнее время вообще устан түсіп. Прям жата бергім келеді, түкке желание болмай, прям. Потому что адам өзінің ісімен айналыспаған кезде адам депрессировать ете береді. Неге елдің бәрі өзінің ісімен айналысып жатыр, мен неге өзімнің ісімен айналыса алмай жатырмын? Сондықтан сіздің өміріңізбен ешкім айналыспайды. Өзіңізге айтуыңыз керек. Кто, если не я? Кто, если не я деп, өзіңіздің есіміңіз бар ғой, Ботагөз деген. Сол Ботагөз деген есіміңізді кім қойды? Айнаш. Ой, Ботагөз деп, Айнаш деген есіміңізді кім қойды? Әкем. Пожалуйста, әкеңіздің есімі кім? Тельман. Пожалуйста. Айнаш Тельман қызы деп сіз егер парақша ашып қойсаңыз, кім ұрсады сізге? Айтыңызшы. Пожалуйста. Енді соны ашуға кім келіп ешкім сізге ашып бермейді. Біреудің жаңағы айтады ғой, орысша айтқанда, успех одного человека это кризис для другого человека. Сіз бір нәрсеге қуанып тұрсаңыз, бір кісі сізге қарап расстраиваться етіп тұруы мүмкін. Потому что сіз бір қадам алда келе жатырсыз. Түсініп тұрсыз ба? Біреудің алда келе жатқаны ешкімге ұнамайды. Шығып алдына шығып алғысы келіп тұрады. Сонда бір кісі былай айтып жатыр, тыңдап отырсам, енді сізге как не ретінде айтайын, я пример ретінде, мысал ретінде айтайын. Енді тоже шебер ғой. Өзінің кім екенін білмеген ғой, қаншама жыл енді санасы күйреген, білім алған. Содан машинамен айдап келе жатқан кезде, ана әкеле жатқан сумкасында, толтырып әкеле жатқан сумкасын, ана машинаны келе жатып, анау обгон жасайым деген ғой, алдында келе жатқан машинаға. Соны обгон жасаған кезде, ана сумкасы бәрі тоңқарылған ғой, машинаның ішіне шашылған. Содан өзі отырып алып талдау жасапты. Так, неге бұлай болды деп.
ойбай ай жаным ай менің жанымды. Надуй. Вау. Надуй дейді. Еще. Қызым қазір. Маленькая же. Еще. Осы үйде шар надувать ететін ешкім жоқ, иә? Я. Екі көзі менің эфирімде баламның. Көрдіңіз бе? Бұл кісілер психологтар. Сіз ойлайсыз, ана бала түк түсінбейді деп. Бала уже туа біткен психологтар. 2000 жылдан кейін туған балалардың бәрі психолог. Хороший манипуляторы. Енді қараңыз, білет кімнің кнопкасы қай жерде екенін. Сосын смотрите, енді үйде бәріміз отырмыз, ешкімге келмейді, маған келіп шарнату дейді. Екі көзім мына эфирда. Баламның. Баласы бар үй ұрлық жатпайды деп айтама қазақ мақалы. Вот сонда жаңағы кісі отырып алып талдау жасайды. Енді ол кісіде бұрын түсінік болмаған ғой, өзіне өзі кризис жасай берген. Енді отырып алып өзіме талдау жасадым дейді. Так, мынау неге сумка тоңқарылды? Сосын өзім айттым дейді, енді не шаруаң бар, алда келе жатқан машинаның алдына шығып кетіп. Откуда ты знаешь, ол ондай на большой скорости қайда келе жатқанын білмейсің ғой. Алдыңда шығып кеттің да, анау резко торможение берген кезде өзіңнің сумкаңды өзіңнің тоңқы. Енді типа жаңағы құлаттың, бәрін шаштың, и чё ты этим выиграла деп. Өзімен өзім сөйлестім дейді. Соны прямо осы эфирға шығып айтып жатыр да. Представляете? Оны екінің бір айта алмайды ғой. Айтыңызшы. Ол айта алмағанда адам өзімен өзі диалог құрып, мына мида болады. Бүкілі күрестің бәрі мида кетеді. Зачем оны мида сақтап, іште сақтап? Ол жаңағы кісі өзінің ішіндегі мұңын телефонды қойып айтқанда, сторис жасағанда сторисіне шығарып қойған, пожалуйста. Сонда ол кісі ана алдында келе жатқан кісіні кінәламайды. Ол өйткені алда келе жатыр. Енді білім алмаған адам, ана алдында келе жатқан адамды кризис жасап келе жатыр деп ойлайды ғой. Алдыма шығып кет, ол успешный деп ойлайды алда келе жатқан адам. А на самом деле ол қайда шығып келе жатыр, білмейді ғой. Может, жена рожает, может, кого-то в больницу надо доставить, может, еще куда-то спешить дегендей кете береді ары қарай. Может, ауырып келе жатқан шығар, мысалы, иә, скорость, на большой скорости келе жатыр. Главное, нарушать етпесе болды ғой. Сол сияқылды сізге парақша ашу керек өзіңіздің есіміңізге. Айнаш Телман қызы деп ашыңыз да, бұл парақшаны қалдырасыз ба? Осы парақшаңызға переименовать етесіз, оны өзіңіз білесіз. Ал енді бір благоприятный день надо выбрать. Менің парақшама неге келіп адамдар тікелей? Себебі мен күндегі энергияны күнде жіберіп отырам. Күндегі энергияны күндегісін жіберіп отырмын мен. Бүгін қандай күн, ертең қандай күн, не қандай күн. Ол жалпы әлем бойынша. А ол жалпы әлем бойынша күннен басқа адамның жеке күні болады. Жеке жылы болады, жеке айы болады. Соның барлығын түсініп, толық консультация алу керек сізге. Не үшін десеңіз, өзіңізді түсіну үшін, отбасыңызды түсіну үшін, балаңызды түсіну үшін, анаңызды, әкеңізді түсіну үшін. Түсіндіңіз бе? Соның барлығын түсінген кезде ең бірінші барлығын айтып, бірін айтайын, тек қана өзіңізді түсінсеңіз жеткілікті. Түсініп отырсыз ба? Иә. Ал отырып алып барлығын контролировать еткіңіз келеді. И людей контролировать, и материальный мир хотите контролировать. Мына бас демалмайды сізде. Түсініп отырсыз ба? 24/7 мына ми демалу керек. Түсініп отырсыз ба? Иә. Содан кейін өзіңіз депрессияға кіргізе бересіз. От этого людям и не холодно, и не жарко. Кто страдает? Страдаете только вы сами. Когда вы сами страдаете, страдает ваш ребенок. Бала оны сезеді, бала оны түсінеді. Бала ауырған кезде өзіңізге сұрақ қойыңыз, неге мына бала ауырып тұр? Значит, менің ішімде күрес жүріп жатыр. Түсініп тұрсыз ба? Сіз айтып отырсыз, жолдасыңыз қайтыс болды. Ал жолдасыңыз қайтыс болса да, жолдасыңыздың артынан ұл бала қалды. Ана енді бала жолдасыңыздың көзімен сізге қарап отыр, мысалы. Сол рахмет айтыңыз. Біз ашуланып тұрған кезде неше түрлі ой келеді, неше түрлі әр нәрсе тілімізден болады кейде. Әр нәрсе өзіміздің іс-әрекетімізден болады. Қазір толық жасыңыз нешеде? 38-де. 38-десіз. Енді сізде қазір
Представьте, қазір өзіңізді өзіңіз танып алмасаңыз, 5-6 жылдан кейін ана балаңыз уже өзінің мнениесі болады, пайда болады. Кәдімгідей, енді айтады ғой, ер адам қайтыс болған кезде, ана үйдегі ұл бала автоматически кім болады? Әкесі. Сіздің. Пожалуйста, сұрақ жауап айдары, пожалуйста. Сол сұраққа қазір ол бала сіздің періштеңіз. Тек қана сіздің состояниеңізбен ғана. Сіз 7 жасқа дейін сіздің аураңызда отыр ол бала. Түсініп отырсыз ба? Ал 7-ден 8 жасқа дейін ол ата-ананың аурасында болады. Ол әкенің эмоциясында болады. Мысалы, 14-тен уже асты ма, уже адам естімейді. 33 жасқа дейін мен білем, не учите дейді. Әкеге де, шешеге де не учите, это моя жизнь дейді. Даже ана кішкентай балалардың өзі сөйтіп айтады. Не лезьте в мою жизнь деп қояды ғой, кейде қарап отырсаң. Сонда өзіңіздің кім екеніңізді кәдімгідей жақсылап тұрып таныстыра ма балаңыз? Кейде қарап отырсаң, өзіңіздің қылықтарыңызды кәдімгідей кімнің баласы екеніңізді таныстыра ма жақсылап тұрып? Сөзімен, істеген іс-әрекетімен, қылығымен. Сондықтан енді бұл бала кәдімгідей өзінің санасымен даму керек. Сіздің айтқаныңызбен емес, сол балаға қажетін, керегін. Сіз енді ана жүрегі сезеді ғой, но бірақ сіз өзіңізді түсінесіз ғой, сол кезде ғана түсініп келе бастайды балаңыздың кім екенін. А сіз қазір балаңызды түсіне алмайсыз. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан мысленно прямо жолдасыңызға рахмет айтыңыз. Таңертең оянғанда Аллаға рахмет айтыңыз. Аллаға рахмет айтқаннан кейін кәдімгідей өзіңізге рахмет айтыңыз. Өзіңізге рахмет айтыңыз за то, что вы есть. Прямо күнде өзіңізбен өзіңіз жұмыс істемесеңіз, ешкімнің ешкімге жаны ашымайды қазіргі заманда қарап тұрсаңыз. Тек қана адам өзін өзі, тек өзіңізге өзіңіз ғана көмектесе аласыз. Вот сол кезде сіз өзіңіздің нәпсіңізбен күресе алған адамсыз. Түсіндіңіз ба? Сіз егер өзіңізді танысаңыз, сіз біреуге ақыл айта алатын боласыз. Себебі сіз өзіңіздің нәпсіңізбен күресе алған адамсыз. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан кресло – это временное явление. Ол кресло есть, ол креслоға отырған адам қалай отырса, дәл тұрады бір күні. Кресло с кресломен. А сіздің өміріңіз өтіп жатыр ғой. Просто вам надо заняться своей жизнью. Радоваться, бақыттымын деп, таңертең оянғанда, мен бақыттымын деп ояныңыз. Кому какое дело? Мен бақыттымын деп ояныңыз. Сіз көңілді жүресіз ба? Көңілсіз жүресіз ба? Кому какое? Ел жұрт не ойлайды деп емес, мен бақыттымын деп айтуыңыз керек. За то, что мен анамын, за то, что мен балам бар, ұлым бар. Енді ол жолдасыңыз қайтыс болса, ол Алланың берген ғұмырын кешті. Солай ғой? Ол кісі, мысалы, әр адам туғанда уже маңдайға жазылып тұрады. Мысалы, енді ешкім, біз Құдай емеспіз ғой. Адамның тағдырына жаңағыдай Аллаға серік қоспауымыз керек. Бізге Алла сана берді ма? Сол сананы бұрын атам қазақ не деп айтқан, сана бермесең ала бер деген, Сонда біз Алла тағала барлығымызға бірдей сана берген. Ал енді жаңағыда білімді болсаңыз, ол анаңыздан деп айтады. Ал білімсіз болсаңыз, ол әкеңізден емес, тек қана өзіңізден деп айтады, оқымаған дейді. Ал енді сіз айтып отырсыз, мен повар болып жұмыс істегенмін дейсіз. Повар болып жұмыс істеу оңай шаруа емес. Таңғы 4-те оянуыңыз керек қой, минимум повар болып жұмыс істеу үшін. Сначала себя собрать, потом пойти на работу. Целый день жұмыста, еще жұмыстан келгенде үйіңізде тамағыңыз дайын тұрса жақсы. Солай ғой? Уже тамаққа қарай алмайсыз, повар болып жұмыс істегенде. Ана аяқ кетеді варикоз болып. Тамақтың дәмі кетеді, ана тамақты дәмін көріп, мына тамақты дәмі көріп. Адам тамақтың ішінде жүріп, тойып жүреді ғой. Өзі тамақ ішті ма, ешкімге не интересно. Солай ма? Сондықтан енді сіз істедіңіз ғой сол повар болып. Енді сол поварлыққа басқа адамдарды үйретіңіз.
сол поварлыққа басқа адамды үйретіңіз да адамды үйрету арқылы, но бірақ сіз өзіңіз прямо оқыдыңыз, өзіңіз жұмыс істейсіз, и все равно өзіңіз соны ешкімге сене алмайсыз. Солай, иә? Солай ма? Вот, сенбейсіз ешкімге. Ананы істей сал деп айтасыз да, соны барып өзіңіз жасайсыз, ешкімге сенбейсіз. Солай ма? Иә. Вот. Сондықтан мына 24-7 мына ми демалмаса адам инсульт алуы мүмкін. Мына жүрек демалмаса инфаркт алуы мүмкін. Сплошь и рядом қазір ондай аурулар. Сондықтан ауру қайдан келеді? Ауру адам өзінің ісімен айналыса алмағаннан келеді. Сондықтан қандай істі былтыр бастадыңыз, соған прям докопайтесь, документіңізді дұрыстаңыз. Благоприятный күні осы парақшадан бастаңыз, парақшаңызды ашыңыз, документтеріңізді дұрыстаңыз кәдімгідей. Өзіңіздің фамилияңыз, жолдасыңыздың фамилиясында ма, өзіңіздің фамилияңызда ма? Өзімдікінде. Тем более, енді қараңыз. Енді сізді қараңыз. Сіз өзіңіздің фамилияңызда. Ана балаңыз күйеуіңіздің фамилиясында. Пожалуйста. Пожалуйста. Сізге хотите, не хотите, вам по-любому надо изучить в первую очередь себя. А как вы поймете сына, если ол сіз туғанмен оның не деп айтады? Атасы басқа ғой, сіздің атаңыз бөлек тіпті. Солай ма? Да. Носишь 9 месяцев, рожаешь, а тут понимаешь ли вообще ты не слышишь своего ребенка. Вот дәл сондай күйде мен болдым. Өзімнің баламды кейде әлі күнге дейін өзімді түсінбей қалам. Связь только әкесімен ғана. Только через отца. Мен әкесі жанымда болмаса, ана балалар мен вообще естімейді. Түсініп отырсыздар ма? Неге? Біз разный фамилиядамыз. Ал бірақ менің ата-анам 60 жыл под разными фамилиями өмір сүрді. Мен, мысалы, маған кумир менің анам. Менің анам әкемді тастап кеткен жоқ, басқа күйеуге шығып кеткен жоқ. 60 жыл бойы барына шүкір, жоғына сабыр деп, әкеммен бірге 60 жыл ғұмыр кешті, мысалы. Бірге, в браке. Мысалы, енді бізге кумир кім болуы мүмкін? Өзіміздің анамыз болуы мүмкін. Ал енді мына қазір айтып отырмын ғой, өзіңізді түсінбесеңіз, ана балаңызды түсінуге әлдеқайда кеш болып кетуі мүмкін. Сондықтан полный консультация алыңыз. Өзіңіз ұлтыңыз кім? Сіз кімсіз? Сұрақ қойыңыз өзіңізге. Мен кіммін? Ұлтым кім? Руым кім? Мен кіммін? Есімімді кім қойды? Ол қандай мағынаны білдіреді? Ол одно. А біз осы ғылым бойынша әр әріптің артында энергия тұрады. Сол энергия адамға өзіне қалай жұмыс істейді? Соның барлығын изучать ету керек сізге. В общем, вам сізге былай айтам. Менің 2 дипломым болса да, академия бітірген 2 дипломым болса, күнде мен білім алудамын, иә? Күнде бір нәрсеге таң қалам, күнде бір нәрсені білем. Осы білім арқылы, иә? Сонда менің білетінім 1-9, білмейтінім әлі 99. Сонда адам баласы туғаннан өлгенше білімді болу керек, ең бірінші қыз бала, иә? Сондықтан сіз шектеліп қалмаңыз, мен повармын деп. Шектеліп қалмаңыз. Повардың да повары болады. Сізге кәдімгідей өзіңіздің үйренгеніңізді біреуге үйрету арқылы жұмыс істеу керек. Кәдімгідей адамға сену, неге мен сенбеймін, неге мен айтуын айтам да өзім всегда контролирую. Соны маған түсіну керек деп. В общем, сізге родовые знания нужны. Түсіндіңіз ба? Осы тектік білімді сізге ақшаға сатып алмай түсінік келмейді сізге. Соны сізге сол білім арқылы келе ма? Кризис арқылы келе ма? Соны өзіңіз талдауыңыз керек. Ал сіз талдамайсыз. Ақиқатына жетіп алмай, қоршаған ортаңызды түсініп алмай, бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізбей эмоцияға беріле бересіз. Неге деп соған сұрақ қойыңыз, жирный вопрос қойыңыз. Неге деп? Түсіндіңіз ба? Енді сұрағыңыз бар ма? Кішкене танытыңыз ба өзіңізді? Иә. Мен сізге сосын личкаға көрсем бола ма? Пожалуйста. Енді личкаға болғанда, енді мен эфирден кейін личкаға жауап бермеймін. Себебі мен приличная здесь я нахожусь. Я здесь вопрос-ответ
А енді мен только на платной основе я только консультацию могу Иә, провести. иә. Так, мен осылайынан прямая трансляцияға шығам, тек сұрақ-жауап айдарын құру үшін. Ал бұл жерде өмірбаянды айтып тастап қажеті жоқ деп ойлаймын. Әр адамның өзінің жеке өмірі болу керек. Әр адам, енді біз отбасымызда, ол бір отбасы. Отбасыны құрғаннан кейін ол екінші отбасы. Сол сізге сол екі отбасыны сізге изучить надо. Өзіңіздің кімсіз? Өзіңізді түсініп алмай, сіз қалай біреудің отбасын түсінесіз, иә? Солай біз ошибка жасаймыз. Біреудің ошибкасына учится, а кто-то на своих ошибках учится. Моя ошибка была в чем? Мен мысалы тұрмысқа шыққанда, маған ешкім айтқан жоқ. Сен тұрмысқа шыққанда обязательно сен күйеуіңнің фамилиясын алуың керексің, міндетті түрде деп. Ондай условия болған жоқ мысалы мен тұрмысқа шыққанда. Мен үлгі ретінде өзімнің анамды үлгі тұттым. Себебі менің анам никогда она не жаловалась. Мен фамилиямды ауыстырмап едім деп. Ол кезде тектік білім деген понятие жоқ қой мысалы. Ол кезде лишний раз. Ол кісілердің заманы өтіп кетті, қайтыс болып кетті мысалы менің ата-анам. Сіздің ата-анаңыз тірі ме? Сұрақ сізге. Әкем қайтыс болды, анам тірі. Пожалуйста. Енді сол анаңызды құшақтаңыз. Анаңызбен сурет кәдімгідей түсіңіз. Анаңызға кәдімгідей интервью алыңыз. Понимаете? Сол ертең тарих болып қалады. Оны ешкім жасамайды. Тарихта адам тек қана өзіне өзі ғана жасайды. Сондықтан анаңыздың барында сіз қазір әкеңіздің көзімен қалай анаңызға қарасаңыз, дәл солай сіздің балаңыз сіздің жолдасыңыздың көзіңізбен сізге қарап отыр. Ол анаңызды сіз түсінбеген күндер болды, солай ғой. Енді сіз осы балаға ана болған кезде ғана сіз анаңыздың қадірін түсіне бастадыңыз, солай ғой. Енді біз қайдан білеміз, өзіміз ана болмай, ананың шкурасында болу мүмкін емес қой. Адамнан адам туды, это уму непостижимо, солай ғой. Сондықтан сіз батыр ана, мен батыр анамын деп өзіңізге айтыңыз, болды. Өзіңізге өзіңіз статус беріңіз. Почему бы и нет? Өзіңізді өзіңіз мақтаңыз, өзіңізді өзіңіз алға, в общем, сізге өзіңіз шамшырақ болуыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Надо быть воином. Сізге кәдімгідей божественной силой вам дано быть воином своей жизни. Түсіндіңіз ба? Воином не воевать, а просто служить. Ана троннан түсіп, просто надо служить. Ана кәдімгідей балаңызға служите. Служить дегеннің өзін адамдар әртүрлі түсінеді. Деген так. Соны түсіну керек. Енді сұрағыңыз бар ма? Жоқ, рахмет сізге. Сондықтан аффирмацией займитесь. Кәдімгідей книгу благодарности заведите. Визуализацией займитесь. Кәдімгідей әлеуметтік желіге прямо шығып, даже маған отзыв жазып берсеңіз болады. Сол отзывты мен шығарып қоям. Мысалы статусқа. Сол отзывты өзіңізге өзіңіз шығарып қойыңыз. Кәдімгідей страничкаңызға. Өзіңізді қазір қаншама инсайт алып отырсыз ғой. Солай ма? Маған келгенде ойыңыз қандай болды? Қазір ойыңыз уже өзгеріп жатыр, иә? Вот, соның барлығын қазір не ойлайсыз, не жазасыз, соны міндетті түрде ертең жоны істейсіз. Түсіндіңіз ба? Жақсы. Енді отзыв жазып бересіз ба? Иә. Ал, күтем. Отзыв жазып берсеңіз, пожалуйста, Алла разы болсын. Бақытты болыңыз, бай болыңыз, табысты болыңыз, қуатты болыңыз. Әмин айтқаныңыз келсін. Әмин айтқаныңыз келсін. Сіз бақытты болсаңыз, ана балаңыз бақытты болады. Әмин айтқаныңыз келсін. Енді не айтасыз? Сұрағыңыз бар ма? Пока сұрақ жоқ, жазып жүремін сізге. Күтем. Так. Ерсін деген кісі, Самал деген кісі шықпақшы болып жатыр. Так, давайте мен енді екі адамға мини разбор жасап тастайын.
содан кейін Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? жақсы. Жалпы көріп келсіз ба, или емшісіз ба? Сіз кімсіз? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ой, рахмет, Гүлзат ханым, рахмет, гүліңізге рахмет. Мен Мына сұрақ жерде біреу- қойсам енді, Мгм. Сіз туған күніңізді жазыңыз жекеме, немесе осы жерде можете озвучить, оны өзіңіз білесіз. Мен осы мен во время 1900 сізге айтып берейін енді, 05-25-1998 жылғымын мен. Еще раз, 05, 25-05-1998. ал енді түсініңіз, 05, 25 дедіңіз, 25, 05 дедіңіз, сонымен не болып кетті? Туған Жоқ, күні сізге- нешесі? Туған күнім Бесінші? 25-25. 25 май деңіз одан да, иә? Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. 25 май. Сосын нешінші жылғысыз? 98. 1998 жылғысыз, иә? Так, сұрағыңыз қандай? Қандай запроспен келіп тұрсыз? Менің парақшама қайдан келдіңіз? Соны жауап Неге рекқа шығып отырсыз, кіріп сізбен сөйлесейін, айтсам бола ма деп кірген едім негізінде. Алла разы болсын. Сізге білім алу керек. Мен бұл жерде тек ақиқат туралы айтамын. Анау ақиқат деген біреудің өсегі емес, естіген, көрген, ол ақиқат болмайды. Ақиқат деген білім арқылы келеді. Сол сізге ақиқат білім. Сондықтан сіз маған келіп отырсыз, сұрақ қояйын деп. Ақиқатына жеткіңіз келеді. Бір нәрсеге көңіліңіз толмайды. Солай ма? Дұрыс айтасыз. Сондықтан сізде өзіңіз адамды ести аласыз, түсіне аласыз. Бірақ талдаусыз кетіп қаласыз. Талдаусыз кетіп қаласыз да. Ақиқатына жеткізді. Өте дұрыс. Сіз неге тікелей трансляцияға шығып отырсыз? Себебі сіз 100% адекватный адамсыз. Адаммен тез тіл табысып кетесіз. Түсініп отырсыз ба? Менің парақшама 6 жыл бойы менің парақшамды бақылайтын адамдар бар. Келіп не тіркеле алмайды, не бөлісе алмайды, не лайк баса алмайды, не отзыв жаса алмайды. Үрей бар адамның бойында, қорқыныш бар. Потому что бір адамдар адекватный болса, бір адамдар адекватный болуы мүмкін емес, иә? Бір адамдар білімі болса, бір адамдардың білімі болуы мүмкін емес. Сондықтан мен бұл жерде барлық адамдарды бөлмей, барлық адамдарға бірдей ақиқатын айтып беремін. Сонда бұл жерге адам өзімнің ісіммен неге айналыса алмай отырмын деген сұрақтармен келеді. Өзін түсіне алмай жүрген адамдар келеді. Өзін біле алмай жүрген адамдар келеді. Ақиқатына жете алмай, неге қоршаған ортасына түсіне алмайды. Соны түсіну үшін келеді. Ал сіз эмоцияға берілесіз. Бір істі бастайсыз, бір істі тастайсыз. Өте дұрыс апай. Біреудің бір нәрсесін жұлып алып беруге мастерсіз. Ал өзіңізге келгенде тормоз бересіз, кәдімгідей тормозить етесіз. Мен не істеп жүрмін бұл жерде? Мен кіммін бұл жерде? Айналайын, бұл жерден кетейін аман сауында деп. Сонымен отырасыз, не болып кетті өзі деп. Солай ма? Өмірлік тәжірибе бар сізде. Өте дұрыс. 100% білесіз, әйтеуір ақиқатына қайтсем де жетем деп тырысасыз. Сол бергеніңізді ала алмай жүресіз. Жалпы сізге бір сұрақ, енді ренжімесеңіз. Бұл жалпы өмірде мен мақсат қоямын да, бірақ мақсатыма сол мақсаттарыма жете аламын негізінде. Егер өзіңіздің кім екеніңізді білсеңіз, сізге құрал сатып алу керек, құрал. Өзіңіздің кім екеніңізді білсеңіз, адам не ойлайды, не жазады, оны міндетті түрде жасайды. Бірақ сіз талдаусыз кетіп қаласыз. Талдаусыз кетіп қаласыз. Во времени не разбираетесь. Қашан екенін білмейсіз. Эмоцияға беріле бересіз де. Сондықтан сізге өзіңізге энергия жетпей қалады. Енді осы 5 жыл ішінде егер өзіңізді танып, біліп, ақиқатына жетпесеңіз, уже қиынырықтау болады. Қазір өзіңізге мақсат қоясыз, сол мақсатыңызға қарай ұмтыласыз. Сол мақсатыңызға жетесіз, 100% жетем деп ойлайсыз, но бірақ қаншама через кризис проходите.
Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл ақиқатты адам не білім арқылы келеді, не кризис арқылы келеді. Ал сіз керек болса воздухты да сата алатын адамсыз. Мгм. Түсініп отырсыз ба? Если вам это надо, делайте. Но сіз признаниесіз орнынан қозғалмайтын адамсыз. Обязательно ждете признания. Мгм. Түсіндіңіз Апай, ба? менде мынандай нәрсе болып отыр да. Мен вообще бүйтіп өлең айта алмайтын адам болғанмын негізінде. Бірақ мен қазір ауыр өлеңдерді жақсы айтамын. Неге ол қалай келді, мен түсіне алмай отырмын сол нәрсені. Адам, неодаренный адамдар болмайды. Мгм. Неодаренный адам болмайды. Кейде болады ғой, ой, дарынды адамдар мынау дарынсыз адамдар деп айта алмайды ғой, мысалы. Тек дарынды адамдарды ғана жинаймыз деп, дарынды адамдарды әрі қарай лекчерші дарынды адамдарды әрі қарай толчокдайды да. А на самом деле любой адамның да ол соны неодаренных людей не бывает. Просто адам өзін түсінбегенде, білмегенде, ақиқатын жетпегенде. Сізге, в общем, ақиқат білімді сатып алу керек. Ақиқат білімді сатып алсаңыз, сонда сіз білім қумайсыз. У вас самая эффективная такая миссия. Мгм. Прежде бір іс-әрекет жасау үшін сіз ең бірінші жақсылап тұрып талдап аласыз. Солай ма? Мгм. Бұрыс па деп кейде күрес. Жоқ, мысалы енді мен қазір Музарттың өлеңдерін өзім негізі мебель айналсам, мебельмен жұмыс істеп жатырмын. Аллаға шүкір. Қазір мен Аллаға да шағымдамаймын, ешкімге де шағымдамаймын. Әйтеуір мен өзіме сенетін жігітпін да. Өйткені мен жақын адамым ешкімім жоқ. Мен өзімді көтеріп, елге көмек бергім келеді негізінде. Бірақ та мен бір рет сол Музарттың бір өлеңі қосылды да, жай қосылып айтып едім. Жай да. Мен анаған дауысым жетіп айғайлап, солай манермен өлең айтқаныма өзім таңғалып отырмын да. Бұл қалай, мен түсіне алмай отырмын да, өйткені бұндай нәрсе өмірімде менің болмаған да. Енді сіз мебельмен айналыссаңыз, қанша жыл болды айналысып жүргеніңізге? 2 жылдай болып болды. Енді сол мебельмен айналысып жүрсеңіз, енді кім айтты мебельді айналысқан адам тек қана мебель ғана жасау керек деп? Өлең айтып отырып жатыр. Жоқ, мен сізге өзімдікін түсіндіре алмай айтқан шығармын. Мен вообще дауысым болмаған, апай, мен кәдімгідей өлең айта алатын дауысым болмаған. Ол сонда қандай қасиет? Мен тоже бір кісімен сөйлестім, маған осылай айтты. Сен бір қасиетің бар секілді, бірақ білмеймін, сен өзін аша алмай жүрсің деген секілді. Мен сол күні, одан кейін 10 күн өткеннен кейін ұйықтап қалдым да. Одан таңдайым бар ғой, апай. Таңдайым ісіп кетті сол кісімен сөйлескеннен кейін. Таңдайым ісіп, таңдайдағы не болады, сілекей бөліп тұратын. Соның былай алдыма қарай келді да. Ертесінде бір өлең айтқым келді ма, өзім түсінбей қалдым. Өлең айттым, өзіме ұнады, қасымдағы балаларға ұнады. Даже мен балалар таңғалып қалды маған. Сен осылай талантың бар ма не деп. Енді Жалпы негізі сол жайлы білгім келген негізі. Былай Аллаға шүкір өміріме шағымым жоқ. Мен істеймін, болады деген нәрсем болады. Жасап отырмын, істеп отырмын, еңбек етіп отырмын, апай. енді таңертең оянғанда Аллаға шүкір деп ояныңыз. Шүкір, қанағат деп оянау керек. Мен постоянно шүкір деп жүретін адаммын, апай. Постоянно шүкір, Аллаға шүкір. Мен не тамақ жеймін, қандай тамақ жеймін, бисмиллахсыз жемейтін адаммын, апай. Енді сол өзіңіз айтып отырмын ғой, не жазасыз, не ойлайсыз, соны жасайсыз. Тек қана дене тәртібі жетіспейді сізге. Өзіңізге деген махаббат жоқ. Өзіңізді жақсы көрмейсіз. Сондықтан өзіңізге ең бірінші жүру керек сізге. Мына жүрек нені қалайды, жүрек жүргенді қалайды. Жүрген кезде анау 5 айтады ғой, 5 органов чувств подключается деп. Сізге жүру керек кәдімгідей. Сол мақсат қойып тұрсыз ғой сіз қазір. Сол мақсатыңызға жеткіңіз келеді. Ол мақсатқа сол қалай жетесіз? Тек қана өзіңіздің энергияңызды көтеру арқылы ғана жетесіз.
оны ешкім сізді жеткізіп бермейді, тек қана өзіңіз. Сондықтан ең бірінші өзіңізді біліп алыңыз. Не үшін бұл ақиқат білім маған керек десеңіз, сізге тектік білім сатып алу керек. Сатып алмай болмайды. Сатып алмайсыз. Все время өзіңізді Енді сонда сізге бір сұрақ, мен оны қайдан сатып алайын сонда? Ақиқат, енді мен сізге не туралы айтып отырмын? Ақиқат туралы айтып отырмын ғой. Соны сізге өзіңіздің жеке күніңізбен, біреудің айтқанымен емес, өзіңіздің жеке жоспарыңыз болу керек. Соны вам надо научиться планировать, научиться анализировать. Ал сіз біреуге прямо анализ жасап беруге кереметсіз, а өзіңізге келгенде опять 24-те 7 отыруыңыз мүмкін. Бездействие. Түсіндіңіз ба? Сондықтан сізге дисциплина тела обязательно. Йогада боласыз ба? 5 уақыт намазға жығыласыз ба? В общем, плаванияға барасыз ба? В общем, дене тәртібі керек. Кім не Оны айтады? өйткені өзім де қалап жүрмін да, сондай бір нәрсемен айналысуға. Сонымен айналысу керек. Кәдімгідей дене тәртібі болмай, ана істеген істің бәрі ол бекер әуре болады. Ең бірінші дене тәртібі керек. Енді мен сізге бір сұрақ қояйын, ренжімеңіз, сізбен тоже ұзақ сөйлескенім үшін. Бірақ сізге бір сұрақ сол. Мен әлі бойдақпын ғой, әлі үйленбегенмін. Осындай жасқа келіп. Сол енді жалпы мен негізі қашан үйленем? Соған жауап бере аласыз ба, айта аласыз ба деп негізі кірмекші болғам. Ал Аллаға шүкір, былай өміріме шағымдамаймын. Шүкір, бәрі жақсы орнымен келіп жатыр. Енді қараңыз, сіз қазір бойдақсыз. Сіздің жасыңыз қазір 28-де. Ой, нешедесіз? 28-десіз ба? Енді қараңыз, 28-де. Сіз айтып отырсыз, как будто сізге бір жасыңыз бір 82 жастағы адам сияқты сөйлеп отырсыз, иә? Ал 28 жақына ғана сөйтіп сөйлейтін болады екенсіз негізі. Қараңыз енді. Сіз дұрыс сұрақ қойыпсыз. Енді қараңыз, қазір 28 жасқа келіп сіз өзіңізді түсініп алмасаңыз, сіз қазір бір кездескен адамға үйленесіз. Қазір жігіт қыздың артынан жүгірмейді. Мен ондай адам емеспін. Апай, мен адамда бір көргеннен танитын адам, қыздың қандай екенін танитын адам. Ондай о жағынан мен қателеспеймін. Мүмкін мен ойлаймын, сол жағынан мен өзім сол үшін үйлене алмай жатқан шығармын деп. Тихо, қателеспейтін адам болмайды. Мен айтып отырмын ғой, қазір жігіт жүгіретін, қыздың артынан жүгіретін уақытта болады. Кейде қыздар өздері жігіттің артынан жүгіріп жүретін адамдар болады, иә? Ал бірақ мен ондай емеспін деп ешкім айта алмайды, түн жамылып отырмыз. Тек қана Құдай біледі. Алла маңдайға не жазса сол болады ең бірінші. Сондықтан ең бірінші үйленбестен бұрын ең бірінші сіз өзіңізді біліңіз, кім екеніңізді. Өзіңізді танымай, сіз мысалы біреуге үйленесіз, оны түсінгенмен, сіз қалай сіз ол кісінің отбасын түсінесіз, когда сіз өзіңізді әлі түсініп бола алған жоқсыз. Сондықтан тихо, қазір мен адаммен сөйлесіп отырмын ғой. Сондықтан ең бірінші адам өзін түсініп бола алмай, біреуді түсіну әлдеқайда қиындырақтау болады. Сондықтан үйленбей тұрып, егер сіз қазір өзіңізді жақсылап танып біліп алсаңыз, сол кезде уже үйленсеңіз, уже барлығы өзіңіздің қолыңызда. Үйленесіз ба, үйленбейсіз ба? Ол үйлену оңай, үй болу қиын. Сондықтан сіз қазір асығып үйленсеңіз, мысалы айтуыңыз мүмкін, мен негізі үйленбес едім, маған осылайынан үйлен деп айтты, үй іші айтты, әкем айтты, шешем айтты деп айтуыңыз мүмкін, мысалы. Мен негізі өзім үйленейін деген мына қызға, маған мына қыз жақсы деп, мына қызға үйлендім деп, сондай қауыш создавать етуіңіз мүмкін әбден. Сондықтан сіз қазір таңдағанмен сіз өзіңіздің анаңызға таңдауыңыз мүмкін, мысалы. Солай ма? Жалпы жақсы апай, рахмет жақсы, мен кеттім апай, ренжімеңіз. Сондықтан ең өзіңізді танып алыңыз, жақсы ма? Сол, мен неге ренжеймін, сіз өзіңіз ренжімеуіңіз керек. Үйлену оңай, үй болу қиын. Біреудің мәпелеп өсірген қызын алып келіп, оны құл қылып қою мүмкін емес. Бір адам үйленгенде өзіне жар деп іздейді. Біреу үйленгенде менің шешемен осын деп іздейді. Біреу ел жұрт не айтады екен деп іздейді. Біреу карьера қуып іздейді. Қандай мақсатпен адам үйленгісі келеді?
карьера құру үшін бе, отбасын құру үшін бе, және туғандарына ұнау үшін бе, әлде обществода для того, чтобы звездить ету үшін бе. Енді адам әртүрлі мақсат қояды ғой, фантазия деген адамда жетеді, иә. Сондықтан ең бірінші мен сіздерге айтамын, өздеріңізді танып алыңыздар. Біреудің қызын үйге алып келіп кукла қылдырып отырғызып қою, это невозможно. Ол балада біреудің қызы мәпелеп өсіріп жатқан мысалы. Сондықтан қазіргі заманда мүлдем басқа заманда өмір сүріп жатырмыз қазір. Ең бірінші сондықтан таныңыздар деп айтамын. Мен бұл жерде ұл қыз деп бөлмеймін. Мен бұрыннан ұнатпайтынмын. Осы жігіттің артынан жүгірген қыздарды ұнатпайтынмын. Осы солай звондаған кезде мен айтатын, жандарым ау, сендер керек болсаңдар, сол іздеген адамдарың өздері кеп тауып алады ғой деп. Мен мысалы егер ер азамат болсам, өзім мақсат қойсам, кімге үйленем деймін, соған үйленетін едім деп айтатынмын. Өмірімде бір-ақ рет үйленетін едім деп айтатынмын. Себебі ең бірінші адам өзінің кім екенін тану керек, білу керек. Заң бойынша заңды бұзбау керек, салт дәстүрді бұзбау керек, дінді бұзбау керек. Тек қана өзінің сүйікті ісімен айналысып, өзінің мақсатына жетем деген адам жетеді. Сондықтан орысшасында айтам керек болса. Сондықтан қыз балалар ол временные гости деп айтады. Қыз балаларды сыйлау керек, қыз балаларды мәпелеу керек, қыз балаларды еркелету керек, қыз балаларды тыңдау керек. Не көп? Қыз көп. Тұрмысқа шыға алмай отырған қаншама қыздар бар. Мысалы, қаншама үйлене алмай отырған ер азаматтар бар. Құлақтарыңызға алтын сырға. Тұрмысқа шықпай тұрып, ең бірінші өздеріңізді таныңыздар. Мен негізі тұрмысқа шығайын деп едім деп кейде біреу өйстіп шығады, трансформация жасайды. Мен негізі үйленейін деп едім деп біреулер шығады. Үйлену, тұрмысқа шығу оңай, үй болу қиын. Так, сонымен енді мен эфирімді аяқтасам, қалай қарайсыздар? Мен уже 1 сағат 12 минут отырмын. 16 адам келіп тіркелді, рахмет, Алла разы болсын деп айтам. Сондықтан мен енді шындықты айтам бұл жерде. Шындықты айтқанды ешкім ұнатпайды. Кто-то что-нибудь понял дейді, сір деген кісі жазып жатыр. Кто-нибудь что-нибудь понял пишет. Главное, чтоб сам адам өзі түсіну керек. Рахмет, сіз менің парақшамның. Вы же являетесь подписчиком моей страницы. Главное, чтобы вы сами понимали. Вам не обязательно, чтобы знать люди. Поняли, не поняли, да? Люди – это люди. У каждого человека есть частичка Бога. Вот так вот. Для этого надо себя изучить, себя надо познать, себя надо узнать. Для чего? Для того, чтобы заниматься только своим делом и не лезть в чужой огород. На русском языке, пожалуйста. Сыр. Вы написали сыр. На арабском языке что-то написано. Вы пишете на русском. Теперь вам вопрос. Вас как зовут? Себе задайте вопрос. Вас как зовут? Напишите имя свое. Запустите Айгюн. Вот, пожалуйста, вас зовут Айгюн. Я, например, казашка. Я не понимаю арабского языка. Я не понимаю других языков. Я говорю на русском языке, потому что я училась в русской школе. Я сама казашка. Но я закончила школу, училась с русским языком обучения, перешла учиться на родном языке. Мне понимание пришло, когда я начала изучать свой родной язык. Ваш родной язык, какой язык? Вам вопрос. Какой родной язык? Вы кто по национальности? У меня здесь на моей страничке находятся все национальности. Для меня без разницы, кто вы по национальности. Для меня вы главный человек. Главное, вы человек, который находится в своей республике, у которых есть свои законы.
Есть удостоверение личности как гражданина республики своей. Я, например, казашка. Я гражданка Республики Казахстан. А вы кто? Себе задайте вопрос. Вы кто? Сир. Вы пишете кто-нибудь, что-нибудь, понял, пишите. Вам зачем понимать кого-то на моей страничке? Вы у себя странички напишите. Кто-нибудь, что-нибудь, поняли о том, что я говорю? Вот тогда будет по-другому звучать, хорошо? Вот. Поэтому моя миссия заключается становиться причиной успеха других людей. Может, у вас из 9 вагонов 8 вагонов готовы. Я ведь не со злости. Я не говорила, что вы со злости. Это ваши мысли. Ваши мысли. Я говорю, я вам вопрос задаю. Кто вы по национальности? Я вам вопрос задала. Вы мне вопрос задали? Кто-нибудь что-нибудь понял? Я вам вопрос задала. Теперь задаю. Кто вы по национальности? Хотела понять, о чем разговор шел. Вот вы пишете «хотела», как вас зовут. Айгюн как отчество. Вы знаете, лучше как сделаете? Сфотографируйте себя. Вы же на удостоверении же сфотографировались же. Вот у вас есть лицо. Вы где находитесь? В какой республике находитесь? Если вы, вот, например, Настя, вот, пожалуйста, у Насти есть фотография своя. Написано Настя. А хотя Анастасия, если вы написали, вообще было бы супер. Вот. Напишите Айгюн. Отчество напишите. Понимаете, у вас совсем вы другую энергию запустите. А вы написали на арабском языке сир и зашли ко мне и пишете ни о чем. Вот. Поэтому вы не понимали, не поймете и не будете понимать до тех пор, пока вы с себя не начнете. Сами себе задайте вопрос. Кто я? Кто я по национальности? Какие у меня обычаи и традиции? Какая религия? Чем я занимаюсь сейчас, здесь и сейчас? Время у нас, например, в Казахстане 23:41. Я передаю от своего вектора истинное свое знание, полученное. Вот у меня диплом стоит Московская академия духовного развития и инновационных технологий, психологии 21 века. Я определяю данность человека на расстоянии, независимо, из какой вы республики ко мне обращаетесь. Понимаете? Мне независимо, какая у вас, например, традиция, какие у вас обычаи, религия. Я люблю свою республику, уважаю другие республики. Я люблю свои обычаи и традиции и уважаю ваши обычаи и традиции. Я люблю свою религию, уважаю другие обычаи и традиции и религию, пожалуйста. У меня есть свое дело, любимое, и точно так же у вас должно быть свое любимое дело. Менің орысшам қалай кетті? Жазыңыздаршы. Я на 2 языках трансформирую вот так вот. Для чего? Для того, чтобы вы не лезли в чужой огород, а занимались только своим делом и не страдали ночью. Тем более ночью надо спать. А у меня была возможность выйти на прямую трансляцию, я давно не выходила. Я сегодня у девушки специально спросила, вы сколько слушаете? Она говорит, неделю. А я давно не выходила на прямую трансляцию. Я для чего выхожу? Для того, чтобы делиться своим истинным знанием со своими подписчиками. А сколько не подписчиков, которые наблюдают, страдают, потому что не могут прийти подписаться, не могут лайки ставить, не могут делиться, не могут отзыв написать, не могут похвалить меня, потому что чужой успех – это для человека, для человеческого сознания – это кризис. А у этого истинного знания нету конкуренции. Перизат поставил вот так вот лайк, пожалуйста, Перизат. Вы фотографию красивую поставили, назвали Перизат. Хоть тресни, я Перизат. Вот, пожалуйста, точно так же Айгюн должна написать Айгюн.
и свою также красивую фотографию выставить. Вот тогда ей придет немножко понимание. А так я возьму вот так вот экран закрою, я скажу, я вообще, товарищи, вы вообще понимаете, о чем говорит это? Понимаете? Очень неприятно, да? Вот поэтому театр начинается, говорят, с вешалки. Всегда надо день начинать с себя. В первую очередь проснулись, поблагодарите Всевышнего за то, что вы проснулись. Встаньте, налейте горячей воды стакан, выпейте, молитву почитайте на своем родном языке. Хотите на арабском языке молитву почитайте, хотите на русском, хотите на казахском. Пожалуйста, ваше право. Вот. Поэтому надо с себя начинать и сказать, сегодня у меня самый счастливый день. Почему? Потому что я себя поняла, кто я. А этому причина была, что причиной послужило? Вот это все надо написать, как есть, себя, истинного себя. Не надо где-то копаться. Кто-то что-то наговорил для своей политики, а кто-то сидит, уши повесил, сидит, страдает. Потому что есть маркетинговый подход. Надо себя изучить. Кто вы? Вы руководитель, или вы психолог, или вы кто? Или вы наставник, или вы тренер, или вы маркетолог. Кто вы? Или вы предприниматель. Может, помогаете людям предпринимательством заняться, а у самого ничего нету. Бывает и такое, сапожник без сапог, да? Но человек знает, что все это дает Всевышний, дает силу проснуться, выпить воды, выйти на улицу, поднять свою пятую точку, да? Раскрыть свою сердечную чакру. Это же сложно. Поэтому сам человек себя пока не поднимет, никто не придет, не поднимет вас с места. Благодарю вперед популярность. Благодарю, Юля, благодарю. Благодарю. Я вам отправляю вот такой лайк. Вы мне ставите лайк, вы мне отправляете подарок вперед популярности в двойном размере. Я вам вот посылаю вот такое сердечко. Вот, так что пришли, увидели, себя победить надо. Главный конкурент человека – это сам человек. Главный конкурент и никто больше. Сәлеметсіз ба, Әселя ханым, сәлеметсіз ба. Пожалуйста, суретіңіз әдемі, сурет қойып қойыпсыз. Әселя деп қойып қойыпсыз. Әселя ма, сіздің есіміңіз Әсел ғой. Әсел деп латын әрпімен жазып қойыңыз. Кімнің қызысыз? Прям кәдімгідей Әсел Бәленбайшаның қызы деп шығарып қойыңыз. Әселя. Прямо по документу вы называетесь Әселя. Әселя. Әселя ол орысша ғой. Сәлеметсіз ба, Әселя дегеніңіз енді ол орысша ғой. Әселя прямо по документу, да? Ой, Алла. Онда Әселя деп латынша жазып қойыңыз. Әселя деп латын әрпімен кімнің қызысыз? Әкеңіздің атын жазыңыз. Ой, рахмет, қыздар, рахмет. Солай адам, орысша айтады ғой, что сеешь, то и пожинаешь дейді. Өзің қандай болсаң, қоршаған ортаңда сондай болады дейді. Сондықтан алдымыздан келіп тұрған әр адам ол бізге ұстаз болып тұрады. Ана ұстаз деген 5-6 жыл оқыған, мұғалімдік, ұстаздық оқыған мұғалімдер емес. Ұстаз деген әр адам ұстаз бола алады. Әр адамның алдына келіп тұрған ол ұстаз. Алла тағаладан біз не сұрасақ, адам арқылы келеді. Маған сіздер түн жамылып маған келіп отырсыздар. Не үшін? Сұрақтарыңызға осы неше күн бойы, неше ай бойы, неше жылдар бойы осы келе жатқан өздеріңізбен бірге күресіп келе жатқан сұраққа жауап алу үшін жіберіп тұрған адамдар, Алланың адамдары деп сіздерге мен сұрақтарыңызға жауап беру үшін шығам. Сондықтан өздеріңіздің істеріңізді тоқтатпаңыздар. Әлеуметтік желіне кәдімгідей суреттеріңізді қойып, есімдеріңізді жазып, кәдімгідей бүгін маған кім обещала не жазып берем деді, я? Отзыв жазып берем деді. Көреміз, отзыв жаза ма, жазбай ма. Бірақ маған мен уже 6-шы жыл болды. Осы ақиқат білімді мен 6-шы жылда жүрмін.
енді осы оқуды оқып келгелі қаншама біліммен бөлісіп жатырмын. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, жазам дейді да, қатырып кетеді мені, лақтырып кетеді, құлақтан теуіп кетеді. Енді мен ең бірінші Аллаға сенем, екіншіден өзіме сенем. Сондықтан ең бірінші адам өзіне сену керек, техникаға сенбеу керек, адам өзіне сену керек. Ал қалай біз өзімізге сенеміз, егер бұл ақиқат білімді алмасақ? Кейде адамның бойында ақиқат біліммен туады адам. Ал кей адам соны сатып алғанда ғана өзінің кім екенін түсіне бастайды. Так, сондықтан сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз болмаса, осымен мен аяқтайын. Сау саламатта болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар, табысты болыңыздар, қуатты болыңыздар деп мен осы трансляциямды аяқтағым келіп отыр. Сау саламатта болыңыздар. Менің парақшама келіп тіркелгендеріңізге рахмет. Менің парақшама келіп бөліскендеріңізге рахмет. Менің парақшама келіп лайк басқандарыңызға рахмет. Подарка жібергендеріңізге рахмет. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, табысты болыңыздар, қуатты болыңыздар. Өз істеріңіздің аманы болыңыздар деп айтамын. Те люди, которые пришли ко мне, подписались, поделились, лайки поставили, подарки отправили. Благодарю за то, что вы есть. Благодарю за то, что вы пришли ко мне, подписались, поделились, лайки поставили, подарки подарили, да? Аллах разы болсын. Пусть Всевышний вами будет благодарен, да? Значит, чтобы вы были самыми счастливыми, успешными, богатыми и энергичными. Всего вам доброго. Жайлы жатып жақсы тұрыңыздар. Өздеріңіз ғана тыңдап қана қоймай, ешкімнің санасын өзгертем деп ойламаңыздар. Вы только лишний раз энергияларыңызды жоғалтасыздар. Тек қана менің парақшамды рекомендуйте. Ал ол кісілер қарай ма, қарамай ма, это их трудности, это их проблема, это их задача, это их цель. Надо будет придут, не надо будет пошлют. Сондықтан әр адам тек қана өзінің ісімен айналысу керек, өзінің санасын толтыру керек. Вот сол кезде адам мақсатына тез жететін болады. Менің мақсатым біреудің мақсатына жетуіне себепкер болу. Ал сіздің мақсатыңыз қандай? Қандай мақсатпен менің парақшама келіп отырсыздар? Соны өздеріңізге қағазға не жазсаңыздар, соны жасайсыздар. Сондықтан жеке календарьларыңызбен өмір сүріңіздер, полный разбор алыңыздар, консультация алыңыздар. Сондықтан кәдімгідей өздеріңіздің бизнестеріңізді талдаңыздар. Өздеріңіздің бизнестеріңіз қандай деңгейде жүріп жатыр, соны барлығын білем, түсінем, ақиқатына жетем десеңіздер, коммуникацияға шығыңыздар. Ал бұл білімді, мен осы білімді алғым келеді десеңіздер, пожалуйста, бұл білімді ақшаға сатып алу керек. Білім алу керек, емделу керек, оны оқу керек. Жай ғана ақша бере салып, дипломды ала салу деген болмайды. Оның барлығы қажырлы еңбекпен, біліммен келеді. Сондықтан сізге бұл білім кризис арқылы немесе білім арқылы келуі мүмкін. Зачем вам ждать кризиса, когда можно через знания получить? Оны дағдарыс күтіп қандай қажет? Егер сіз білім арқылы өзіңізді консультация алып таныссаңыздар, консультация алыңыздар, пожалуйста. Сау саламатта болыңыздар.